Қайырлы кеш, арнайы сіздерге кішігірім рум-тур кухняма. Точнее, кухонный гарнитурыма, себебі бұны көбісі осы уақытқа дейін сұрап келе жатыр. Қайда жасаттың, қалай жасаттың, кімге жасаттың деп. Бұл бізде біріншіден материалы крашеный МДФ. Яғни міне ешқандай майы кіріп, қатты жақындап қарамасаңыз, ол алыстан аппақ болып осылай көріне береді, өте күшті көрінеді былайша айтқанда. И сосын мынандай столешницасын тоже қалың ағаштан жасалған. Жақындап көрсетсем. Өте қалың толщинасы. И ыдыс жуатынмен тоже осылай заказ бердік. Қазір ыдыстарымды жуамын, пока жуылмады. Жаңа ужин ішіп болдық. Міне, мына жерінде кішкене ғана несі бар, көйнегі. Қалған жерлері барлығы холодильниктің үстіне де бірақ жасап тастадым. Себебі холодильниктің үстіне бір нәрселер тұрады. Газеттің бір нары қарай тығып тастау керек негізі. Чтоб холодильниктің үстінде ештеңе тұрмау үшін, бірақ сол үстіне шкафтар жасап тастағам. Енді менде қазір енді этаж үйде тұрғандықтан андай клет апарып тастайтын бір склад дегендер жоқ. Сондықтан бүкіл ыдыстарым мына жағы көрінбей тұрсын деп үстіне дейін жасап тастадым. Бәрібір егер сіздер мына үстін жасап тастасаңыздар да, оның үстінде мантоварка, артық тегене бір бәлеріңіз тұрады, оның бәрі жаман көрінеді. Сондықтан бірақ до потолка жасап тастадым. И потолокта бізде мынандай нелер, натяжной потолок сразу есептеп жасаттық. Жасатқанымызға уже 2 жыл болды. Ешқандай бір царапина жоқ, ештеңе жоқ. Тазалап жуып қоямын. Есіктерде өте керемет жабылады. И міндетті түрде тағы бір кеңес. Міндетті түрде аяғымен жасатыңыздар. Мына аяқтарды ұзартып, қысқартуға болады. Бұрап, и сосын басқа бір қысқа несін салсаңыздар да болады. Мына жерде мынандай темірі бар. Осы темірдің мынандай қысқасын алсаңыздар қысқа болады. Егер қысқа қажет болса, немесе мынандай біз сияқты ұзын тұр. Мынаның астына швабра спокойно кіреді. И ішін астын сразу тазалап алуға болады. Присос та кіріп кетеді астына. Сосын тазалап алуға болады. Машинкамызды да өзгертпедік. Осылай тұр. Сонымен осылай жасатып алдым. Маған столешница осылай кең болғаны керек болды. Мына жақта микроволновкам тұрады. Мына жерде мен жаңа тамақтарымды жасаймын, тураймын, анамды жасаймын. Зато столға ештеңе жасамайсыз. Шелпек жайған болмаса, қалғандары барлығын осы жерде турайтын, тазалайтын, салат бәрін осы жерде жасаймын. Столешницам кең болғаны өте күшті болды. Бізде просто тумба ортада тұрған. Негізі мына жерге де мынандай есік жасап берген. Оны салмадық, обманка. Оны салмасақ та, бірақ нормально көрініп тұр. И мына жаққа обязательно осындай бұрышымен жасаттым. Міндетті түрде мынандай кішкентай есіктермен жасаттым. Енді кішігірім осындай сода бір нелерді салып қойғанған. Кофе, сондай каша. Сосын сіздерге тағы бір кеңес. Міндетті түрде кухняда жаңағы мысалы мына жерде тамақ жасайсыз, рожки алатын нәрселеріңіз, гречка барлығы осындай жерде, осының қасында тұрған дұрыс, осының жоғары жағында. Мен мына жақта мысалға андай специя бір нәрсе саламын, сода, мына жақта каша салатын. И мына жақтарда уже менде көп қолданылмайтын ыдыстар. И мына жақта ыдыс жуып сразу қоя салғанға менде ыдыстар, міне тарелка, мына стакандар. Мына жақта тоже көп қолданылмайтын блендер, анамдыларды қойып қойдым. И мына жерге жаңа қонақ келген кезде тарелкамды қоямын да, печенье салатын тарелкамен сразу печенье, мыналарым осы жақта тұрады. Варенье салатын ыдыстар тоже осы жерде тұрады. Холодильниктен алып келем, мында қоям. Яғни мен варенье салатын ыдысымды мына жақтан іздеп, ана жақтан іздеп, ана жақтан мында қойып жүрмеймін да. Барлығы өзінің орнында тұрады. Мына жақта стакандар алып қоя салам, конфетница. И мына жақта менде көп қолданылмаймын, тоже анда-сонда қолданылатын. Енді салат жасағанға, ондай менде специялар мына жақта ұсақ түйектер үшін. Мына дәрілерді қоя салғанға көп ашпаймын жақта да. И мында холодильник, етті алам, микроволновкаға саламын, ертемін. Сразу ертем да, мына жақта тураймын и жасаймын. Сіздерде көбінесе негізі, енді кухняда айтады ғой, мынандай треугольник, 3 бұрышты пайдалану керек деп. Холодильник, раковина, газ 3 бұрышты неде тұру керек, былай жүргенге. Ал мына жақта менің столым уже қатты бір пайдаланылмайды, өзімен өзі тұрады мысалға. Микроволновкам мына жақта тұрса, мен мында кеп жүрмеймін. Бәрі ыңғайлы деген ғой. И бізде только мына жерде бір минус, жаңағы точкамыз астында қалып қалды.
өйткені столешницамыз аяғы кішкене биіктеу болып кетті да, точкамыз астында қалып қалған жайы бар ана жерде, мынаның астың жағында. Сол үшін біз нені ұзартқышты пайдаланып отырмыз. Осылай қосып қоямын. Барлығы тефалім барлығы қосылып тұрады. Микроволновка, мына жерде зарядкам, телефонды аламын, сразу мына жерде телефон қоятын қайда. Телефон қоятын бір. Сразу телефонды қойып, тамағымды жасап, осы жерде жүре беремін.